Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару курсын жалғастырамыз. 6-шы дәріс қалдықтарды қайта өңдеу және утилизациялау. Бұл жерде қарастырылатын сұрақтар: қалдықтарды басқарудың маңызы, қайта өңдеу дегеніміз не, қайта өңделетін қалдық түрлері, қайта өңдеудің артықшылықтары, утилизация дегеніміз не, утилизация әдістері және Қазақстандағы жағдай. Қалдықтар әртүрлі болып келеді: тұрмыстық, өндірістік, медициналық, құрылыс, ауыл шаруашылық және тағы басқа. Олардың барлығы белгілі бір экологиялық әсер қалдырады. Мысалы, тұрмыстық қалдықтар көбінесе полиэтилен пакеттері мен пластик өнімдерден тұрады. Олар табиғи жолмен ыдырамайды және ұзақ уақыт бойы қоршаған ортада қалуы мүмкін. Ал өндірістік қалдықтар мен химиялық заттар топырақты, суды және ауаны ластап, экосистеманың бұзылуына әсерін тигізеді. Қалдықтардың әсері адам денсаулығына, флора мен фаунаға, сондай-ақ климаттық өзгерістерге де теріс ықпал етуі мүмкін. Мысалы, көмірқышқыл газының және метан шығарындыларының артуы ғаламдық жылынуға әкеліп, теңіз деңгейінің көтерілуіне, табиғи апаттардың жиілеуіне себеп болуы мүмкін. Қайта өңдеу процесі қалдықтарды жинаудан, сұрыптаудан, тасымалдаудан және оларды арнайы зауыттарда жаңа шикізатқа айналдырудан тұрады. Ал утилизация бұл қалдықтарды қауіпсіз түрде залалсыздандыруды немесе энергияға айналдыруды қамтиды. Жалпы утилизация бұл қауіпті қалдықтарды қауіпсіз түрге айналдыру болып табылады. Қатты тұрмыстық қалдықтар пластик, қағаз, әйнек, металл сияқты фракцияларға бөлініп, әрқайсысы қайта өңдеуге жіберіледі. Ал органикалық қалдықтар компост немесе биогаз өндіруге пайдаланылады. Қалдықтарды тиімді қайта өңдеу және қайта пайдалану жолдары. Қалдықтарды өңдеудің бірнеше әдісі бар. Олардың тиімділігі мен экологиялық әсері де әртүрлі болады. Механикалық қайта өңдеу. Бұл әдіс қалдықтарды бөлшектеп, қайта пайдалану үшін физикалық тұрғыдан өңдеуге негізделген. Мысалы, пластик пен металл қалдықтары арнайы қондырғыларда өңделіп, жаңа өнімдер жасау үшін қолданылуы мүмкін. Келесі әдіс бұл химиялық қайта өңдеу. Бұл әдіс қалдықтарды химиялық процестер арқылы қайта өңдеуге негізделген. Пластиктер мен басқа да органикалық заттар арнайы химиялық реакцияларға ұшырап, олар қайта өңделген материалдарға айналады. Келесі әдіс бұл биологиялық қайта өңдеу. Бұл әдіс органикалық қалдықтарды табиғи процестер арқылы өңдеуге негізделген. Мысалы, ауыл шаруашылық қалдықтарын компостқа айналдыру немесе тағам қалдықтарын биогаз өндірісіне пайдалануға болады. Келесі бұл энергия өндіру. Қалдықтарды өртеп, алынған жылуды немесе газдарды электр энергиясына айналдыру да тиімді жолдардың бірі. Мұндай әдістер қалдықтардың көлемін азайтуға және энергия тапшылығын шешуге көмектеседі. Қазіргі таңда мысал ретінде айтатын болсақ, Тараз қаласындағы қазфосфат өндіріс орнында ауаға шығарылатын зиянды заттарды шығармас бұрын оларды бірінші фильтрден өткізеді. Ол фильтрден өткізген кезде ол жерде газ тәріздес заттар бөлек жиналады да, ал шаң тәріздес заттарды бөлек жиналады. Олар сол газ тәріздес заттарды бөлек жинап, оларды екінші рет отын ретінде олар жағып энергия ретінде пайдаланылады. Мысалы ретінде осыны айтсақ болады.
Келесі бұл бізде қалдықсыз экономика моделі. Қалдықсыз экономика бұл қалдықтарды мүмкіндігінше азайтып, олардың қайта қолданылуын, қайта өңделуін және қайта пайдалануын көздейтін экономикалық үлгі. Бұл модель табиғи ресурстардың тиімді пайдалануын, қоршаған ортаның ластануын азайтуды және тұрақты экономиканы құруды мақсат етеді. Қалдықсыз экономика моделі мынау негізгі үш принципке негізделеді. Бірінші, бұл қайта пайдалану. Өнімдерді мүмкіндігінше ұзақ мерзімге пайдалану. Оларды жаңартып, жөндеу арқылы жаңа өнімдерге айналдыру. Бұл қалдықтардың пайда болуын азайтып, ресурстардың көп тұтынуына жол бермейді. Екіншісі бұл қайта өңдеу. Ол өнімдердің немесе олардың құрамдас бөліктерінің қайта өңделуі арқылы жаңа өнімдер жасау. Мысалы, ескі смартфондарда қайта өңдеу арқылы металл, пластик және басқа материалдарды қайта пайдалануға болады. Келесі бұл қалдықтарды азайту. Өнімдерді жобалау кезінде олардың қалдықтары минималды болатындай етіп жасау. Бұл қадам жалпы қалдықсыз тұжырымдамасын жүзеге асыруда өте маңызды рөл атқарады. Қалдықтарды қайта өңдеудің тиімді жолдары. Біріншісі, бұл қалдықтарды сұрыптау және жинау жүйесін дамыту. Қалдықтарды сұрыптау қайта өңдеудің алғашқы және ең маңызды кезеңі. Қазақстанның көптеген қаласында тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау жүйесі әлі де дұрыс жолға қойылмаған. Сол себепті әрбір тұрғын үй кешендерінде, қоғамдық орындарда қалдықтарды бөлек жинау, контейнерлерін орналастыру маңызды. Ондай жүйе пластик, металл, қағаз, органикалық қалдықтар сияқты әртүрлі материалдарды тиімді жинап, оларды қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Келесі бұл пластик және басқа да материалдарды қайта өңдеу. Пластик бұл қалдықтар арасында ең көп кездесетін және табиғи жолмен ыдырамайтын материалдардың бірі. Оны қайта өңдеу үшін арнайы зауыттар мен өндіріс орындары қажет. Қазақстанда бірнеше қалада пластик қалдықтарды қайта өңдейтін кәсіп орындар бар. Бірақ бұл сала әлі де жақсы дамымаған. Пластикті қайта өңдеу арқылы жаңа өнімдер жасау, оның ішінде құрылыс материалдарын, ыдыс-аяқтар, тұрмыстық заттар шығаруға болады. Келесі әдіс, келесі жол бұл органикалық қалдықтарды қайта өңдеу. Жалпы органикалық қалдықтар деп отырғанымыз бұл тамақ қалдықтары, бақшадағы өсімдіктер қалдықтары және жануарлардан шығатын қалдықтар, ескірген ағаштардың қалдықтары. Осы органикалық қалдықтар компостқа айналдыру арқылы бағалы тыңайтқыштар жасауға болады. Бұл әдіс топырақты құнарландыруға, қалдықтардың көлемін азайтуға және экологиялық таза ауыл шаруашылығын дамытуға мүмкіндік береді. Қазақстанда бұл бағытта бірнеше пилоттық жоба іске асырылып келеді. Бірақ оны кеңінен енгізу үшін қосымша білім беру мен инфрақұрылымды да дамыту қажет. Қалдықтарды энергетикалық мақсаттарда пайдалану. Жалпы қалдықтарды өртеу арқылы энергия өндіру бұл экология мен экономика тұрғысынан тиімді әдіс деп қарастырсақ болады. Бұл тәсіл әсіресе өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеу үшін өте қолайлы болып келеді. Қазақстанда қалдықтарды өртеу арқылы электр энергиясын алу технологиясы әлі де дамып келе жатыр. Бірақ та бұл
әдістің экологиялық әсері мен қауіпсіздігі бойынша зерттеулер мен реттеу шаралары қажет. Қайта пайдалану және өнімдерді жобалау. Қалдықсыз экономикаға өту үшін өнімдер қайта пайдалануға арналған түрде жобалануы керек. Демек, өнімді жобалаған кезінде ол өнімнен қалдық шығарылмайтындай, немесе ол өнімді екінші рет немесе үшінші рет көп реттік пайдалануға арналған өнім ретінде жобалау керек. Бұл өнімдер ұзақ мерзімді пайдалануға арналған, оларды жөндеу, қайта өңдеу немесе қайта пайдалану мүмкіндігі бар және ондай мүмкіндікті туғызу қажет деген сөз. Осы бағытта Қазақстанда көптеген инновациялық стартап пен жоба пайда болды. Бірақ оны әлі кеңінен қолдану үшін әлі заңнамалық қолдау қажет. Қалдықтарды өңдеу технологиялар жалпы қалай жұмыс істейді? Бұл бірінші механикалық қайта өңдеу. Бұл ең көп қолданылатын және ең қарапайым технология. Бұл қалай жұмыс істейді? Бірінші жинау, қалдық арнайы контейнерлер арқылы жиналады. Екінші сұрыптау, полимер, шыны, металл, қағаз болып бөлінеді. Сонымен қатар оптикалық сканер, магнит және қолмен сұрыптау түрлері бар. Жуу, бұл ластанған қалдықтар жуылып тазартылады. Ұсақтау, бұл қалдықтарды майда бөлшектерге бөлінеді. Қайта балқыту, пластик немесе металл жоғары температурада балқиды. Жаңа өнімге айналдыру, бұл жерде жаңа түйіршіктер жасалады. Одан жаңа пластик, бөтелке, құбыр, қорап жасауға болады. Бұл әдістің артықшылығы, ол арзан және кең тараған және қоршаған ортаға зияны аз. Ал кемшіліктері, бұл жерде аралас немесе ластанған қалдықтарды өңдеу қиынға соғады. Кей кезде полимерлер сапасын жоғалтады. Екінші, химиялық қайта өңдеу. Бұл пластикті молекулалық деңгейге дейін ыдырататын жаңа технология. Бұл түрлері және бұл химиялық өңдеу қалай жұмыс істейді? Бірінші түрі пиролиз. Бұл пластик оттексіз ортада 400 және 600 градус температура аралығында ыдырайды. Нәтижесінде синтез май, газ, көміртекті қалдық шығады. Ал алынған мұнай химияға қайта шикізат ретінде беріледі. Келесі газдандыру. Жоғары температурада ол 700-1200 градуста пластикті газға айналады. Қорытындысында синтез газ шығады бұл жерде және химиялық өнімдер өндірісінде қолданылады. Келесі бұл деполимеризация. Пластиктің бастапқы мономерлеріне дейін ыдырауы. Мысалы, бөтелкелер қайтадан таза мономерлерге айналып, жаңа бөтелкелер шығарылады. Бұл әдістің артықшылықтары аралас және лас пластиктерді де өңдейді. Сапасы бастапқы материалмен бірдей өнім алуға мүмкіндік береді. Ал кемшіліктері, бұл әдіс өте қымбат және энергияны көп жұмсайтын және инфрақұрылымдарды қажет етеді. Келесі әдіс бұл органикалық өңдеу технологиялары. Бұл компост және биогаз айтсақ болады. Бұл жерде компосттау, бұл аэробты процесс. Ол органикалық қалдық оттекпен қамтамасыз етіледі. Ал бактериялар сол қалдықты бұзады. Ал температура 50 және 70 градусқа дейін көтеріледі. 1 және 3 ай арасында топыраққа пайдалы компост пайда болады. Нәтижесінде тыңайтқыш топырақ құрылымын қалпына келтіріледі. Анаэробты қорыту, бұл биогаз өндіру, органика оттексіз реакторға түседі. Бактериялар оны метанға және СО2-ге ыдыратады. Алынған биогаз бұл энергия көзі. Оны жылу, электр ретінде қолданса болады. Және қалған шлам бұл ауыл шаруашылығына тыңайтқыш ретінде екінші реттік пайдаланылады. Жану. Бұл қалдық пешке жіберіледі.
900-1200 градусқа дейін толық жанады. Жылу бұл турбина электр энергиясы болады. Сүзгілер арқылы түтін құрамындағы зиян заттар ұсталып қалады. Бұл әдістің артықшылығы қалдық көлемін 90%-ға азайтады, ал электр энергиясын жақсы өндіреді. Ал кемшіліктері газ тазалау жүйесі қымбат және дұрыс бақылау болмаса ластану қаупі бар. Келесі әдіс бұл қайта пайдалану. Бұл өңдеу емес, бірақ ең экологиялық тиімді тәсіл болып табылады. Қайта бұл жерде бұл әдістің мақсаты қалдықтардың пайда болуына жол бермеу. Келесі бұл қауіпті қалдықтарды өңдеу технологиялар. Бұның үш әдісі бар. Бұл жылумен зарарсыздандыру, химиялық нейтрализация және арнайы инсинератор. Зиянды және қауіпті қалдықтардың негізгі сипаттамалары. Бұл жерде қауіпті және қалдықтардың сипаттамасы бойынша, улылығы бойынша, химиялық белсенділігі, коррозиялық белсенділік, биологиялық белсенділік, өрт және жарылыс қаупі бойынша сипатталады. Ал экологиялық қауіптілігін арттыратын қалдықтардың негізгі қасиеттерін айтсақ, бұл ерігіштігі, тұрақсыздық, құбылмалылық және шаңның пайда болуы. Қорытынды. Жалпы қалдықтарды қайта өңдеу және утилизациялау экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің, табиғи ресурстарды үнемдеудің және тұрақты дамуды қолдаудың негізгі тетігі. Жалпы қорытындылай келе, қалдықтарды қайта өңдеу мен утилизациялау табиғатты қорғаудың ең тиімді жолдарының бірі. Ол экологиялық қауіптерді азайтып, экономикалық дамуға жаңа мүмкіндіктер ашады. Осымен біздің 6-шы дәрісіміз аяқталды.